Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Ахметбек Нұрсила жайында Серікжан Біләш бұлай дейді. Тыңдаңыздар. Немесе тағы басқана алайық Ахметбек Нұрсиланың жарнамасы жүреді екен. Емдеймін, сүп-сүп деймін, бір сүп деп жазып жіберем, рәкті де жазам деген жарнамасы. Оған сенбеңіздер, ол алайық. Ол дәрігерде, медикте ешкім демес. Ол кеше робот жасап жүрмін деп өскен, бір роботы жоқ. Мен елді байытам деді. Ол бизнесі жоқ, бизнесмен. Гуглден іздесеңіздер тұрады. Марқұм Серік Боқан оны жазған, бизнесі жоқ бизнесмен деп. Ол өзі қайыршы, елді қайтып байытады. Сол Қытайдың тауарын әйт сат бітіп, Алибабадан бітіп заказ бер дегенді үйретеді, басқа боғы жоқ. Сосын қалың еркекті әйелді жибап, бір-біріңді құшақтаңдар. Осайда миллионер болам деп, мен миллионер болам деп бақыр деп бақыртады, секіртеді, шыңғыртады. Сол байсыраған қатындар еркек тауып қалам ба деп, қатын сыраған еркектер жолы болмай жүрген бір кәрі қыздарды қайырып қалам ба деп өңкей жаңағы сөйтіп барады оған. Сосын миы дамымаған, ақыл есі дұрыс емес, анағанда мынағанда сенген, өмірден әбден таяқ жеген, барар жер басар тау жоқ, дағдарған қазақтың қалтасындағы соңғы тиынын алдайды. Өткенде де бір қарындасымыз жазды ғой, сол кім? Назым Табылдиба жаздым, әкесі ма, ағасы ма бір кісі, қарттау кісі екен. Соны қыстың күні мен сені емдеймін деп, сүп деп, ары су шашып, бері су шашып, қайтып кеп градусы көтеріліп, өксі өзі әрең аман қапты. Енді екінші бармайым деп отыр дейді, міне. Бұл сондай. Бұл тек Серікжан Біләштің жеке пікірі, Сақы арнасының пікірі емес. Ал сіз Ахметбек Нұрсила жайында не ойлайсыз? Серікжан Біләштің пікіріне қосыласыз ба? Өз ойыңызды міндетті түрде комментарийге жазыңыз.